Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube арнасы. Бүгін біздің арнамызда керемет табиғат аясына саяхат жасайтын боламыз. Яғни жаз мезгілінде немесе кез келген мезгілде отбасыларыңызбен немесе достарыңызбен демалғыларыңыз келсе, осындай бір керемет жерді ұсынғым келеді. Бұл әрине бізде Шымкент қаласында орналасқан. Егер сіз Шымкент қаласында тұратын болсаңыз, немесе Шымкент қаласына қонаққа келгелі жатқан болсаңыз, онда дәл осы жерге баруды ұсынамын. Себебі табиғаты өте әсем, шомылуға болатын, жақсылап демалып қайтатын өте керемет жер. Міне қарасаңыздар, барлығы да қолдан жасалған, нағыз көз тоймастай керемет жерлер. Міне суы да тап-таза, салқын. Осы суда рахаттан тұрып шомылсаңыздар болады. Және бұл жерде сондай-ақ баня бар. Қарасаңыздар, осындай бочкадан жасап қойған. Осы баняның ішіне ыстық жаңағыдай суға шомылып алып, одан соң салқын көлдің суына шомылып, рахаттанып бір демалып алсаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, барлығы да осылай қолдан жасалған әп-әдемі керемет дүниелер. Міне барлығы жап-жасыл, нағыз табиғат аясы. Және осындай балалармен барсаңыз да ойнайтын осындай әткеншектері бар. Табиғаты әсем. Осындай керемет жерді ұсынамын. Сондай-ақ ішінде осындай бір бөлме бар, дастархан жасап, салқын кондиционердің астында рахаттанып, ас ішіп демалып алсаңыздар болады. Және сіздерге осындай қазан ошақ беріледі. Сол жерге өздеріңіздің сүйікті астарыңызды әзірлеп, бір көңіл күйді көтеріп, қарынды тойғызып, рахаттан демалыс жасауға болады. Егер кәуапты ұнататын жандар болса, кәуап та жасай берсеңіздер болады әрине. Міндетті түрде осы демалыс орнына баруды ұмытпаңыздар. Бұл Шымкент қаласында орналасқан, Боралдай деген елді мекенде орналасқан керемет демалыс орны. Барсаңыздар, өкінбейсіздер, міндетті түрде барып, көңіл күйіңізді көтеріп қайтыңыздар. Және біздің Ақ Дастархан YouTube арнасына міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің Ақ Дастархан YouTube арнасында сіздер түрлі дәмді ас әзірлеуді және сондай-ақ керемет пайдалы дүниелермен таныс болатын боласыздар. Ал сау болыңыздар.